Бүгінгі той иелерінің немерлері әнші Қамақшы. Әпересің аялап мені, еркелеймін өзіңе әжетай. Іздеймін күнде оянып сені, тыңдаймын ғой сөзіңді әжетай. Жанымда өзің барда қуана жетелеп жүрсің алға аяулы сенде бұл ән саламын ертең, сенде әсем әже жоқ ешкімде. Мен өзімде боламын ертең, ақылды болам өзімде өскенде. Жанымда өзің барда қуана сезем, жетелеп жүрсің алға аяулы әже. Жанымда өзің барда қуана сезем, жетелеп жүрсің алға аяулы әже. Жанымда өзің барда қуана сезем, жетелеп жүрсің алға аяулы әже. Айша деген той иелерінің немерлері. Телекке кезек беріп қойып отырайық, қысқа-қыстан алып отырып құрметті ағайын. Бөле деген бір топ туысқандарымыз келіп отыр екен, сол кісілерге кезекті берейік. Ерман аға, Эльмира тәте, Күләш тәте, Эльмира Бағдат, Ерболат Айгүл, Гүлмира Бауыржан Салтанат, Тоқмұхаммед Роза, Сағыныш, Серік, Айгерім Қайсар, Зухра Гүлбану, Тілеужан Гүлжанар, Қайрат, Әсет деп ортаға шақырамыз бөлелерді кемізді. Қара шашың қара, көздеріңде қап-қара, күлімсіреме енді бір қара. Қарамасаң қарама, сезімімді бағала, жүрегімді бөлсең жағала. Қарамасаң қарама, сезімімді бағала, жүрегімді бөлсең жағала. Ойбай бөлелер өсиеттерін әдем екен. Билер де әдемі, өздер де әдемі. 30'да аққан бір бұлақтайсың, 40'та шапқан бір құраттайсың. 50 күніңнің атқаны 60 тал тұсы, 70 кегені, 80'ді білмеймін, 90 құдайдың атқан деген екен. Сол 90'ға дейін жете берсін, сіздер тілек айта беріңіздер, жылда тойға келе беріңіздер. Бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын, жастарыңыз ұзақ болсын, Алла тағаланың берген жасын жасаңыз, сіздердің өздеріңіздің үлкен отбасы болып, өздеріңізден алған үлгі тәрбиеңіздің барлығын осы балаларыңыз алдарыңыздан шығарып отыр. Өздеріңіз қандай тәрбиелесеңіз, балаларыңыз бүгінгі күні сіздерді құрметтеп, биік шыңға жеткізіп, тәрбиелеген балаларыңыз сіздерді аспанға көтеріп отыр. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Сол той жасап беріп жатқан бала шағаларыңызға көп
рахмет айтамыз. Қандай қол қанаттарыңыз сіздерге қандай құрмет көрсетіп жатқанын, елі жұртыңызды, туған туысыңызды, бауырларыңызды, құда жекжаттарыңыздың барлығын шақырып, осындай тойды өткізіп жатқан мыңда бір рахмет айтамыз бала шағаларыңызға. Сіздердің жастарыңыз ұзақ болып, немере көріп жатсаңыз, енді шөбере көріп, әрқашанда қартаймай, бүгінгі күні қандай ойнап күліп, қол ұстасып жүріп жатсаңыздар, мәңгі бақи солай өмірлеріңіз ұзақ болсын. Әрқашанда осы бала шағаңыздың, немерелеріңіздің қызықтарын көріп, шөбере сүйіңіздер. Той Құдайдың қазынасы, тойдан Құдай ажыратпасын әрқашанда. Сіздерге жастарыңыз ұзақ болсын деймін. Құрметті аға тәте, бүгін сіздердің 70 жас мерейтойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласын. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Бөлелеріме рахмет. Сіздерді төрінен орын алып, бүгін үлкен той жасап беріп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бүгінгі Бұлтаға мен Алтай тәтенің үлкен юбилейі, біз сондай қуаныштымыз, бөлелер. Бар жақсылық тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Алтай анамыз бізге анамыздай болды, мамамның сіңлісі болса да, ұстамдылықты, кешіруді, кішіпейілдікті әрқашан үйретті. Мұнға дейін біздің қас-қабағымызды қарап, кім екенімізді, қалай сөйлеу керек екенімізді үлкен өсіп, жап-жақсы жасқа келсек те ақылын айтып отырады. Бұлдағамның да жасы ұзақ болсын, жаңағы Жәке деп айтып жатыр ғой. Бүгін бауырлары келді, жаңағы құрман елі. Жалпы біз мына асылдың сынығы дейді. Бүгін төрімізде Клара Рабатына келіп отыр. Бізде үлкен доктор, наук, профессор. Бұл кісі мүмкін бізді танымайтын да шығар, бірақ біздің семьяда бұл кісіні үлгі етіп отырамыз. Одан кейіннен өзіміздің хирург, врач, халыққа еңбегі сіңген Серікбай ағам отыр. Бұл кісі де міне төрде отыр, бүгін қуанып отыр. Үлкен кісілер, айнашқан әкпелеріміз. Сондай қуаныштымын. Бұлдаға әрқашан қуанып, бар жақсылықты айтып, туған туысқандарды айтып, бізге қанымызға, бойымызға сіңіріп өсірді. Өзім кластасым Гүлнар келіп отыр. Папасы марқұм Ұлтағаны көргеміз, Айман тәтекеуін. Сондай қуаныштымыз. Бүгін туған туысқандармен қауышып, қуанып қалды. Жалпы Бұлтағам біздің әкеміз ғой. Бұл кісі математика ғылымын өте шебер неғылған, меңгерген кісі. Сол ұрпақтан ұрпаққа бала шағасына берілді. Міне бүгін Елдос анасының жарқыратып, ақпараттық технологияны өте керемет меңгерген коллективі кеп, тамаша тілектер айтып отыр. Елдос көп жаса, қуанышқа, бөлелеріме, салтанатқа, Индираға, Езон, ғалым, үлкен, мысалы, өрлеу, ғылыми жұмыстарды жүргізіп отыр. Бірақ бұл кісі мақтанып көп айтпайды, дегенмен де сонда өнегелі, үлгілі отбасы деп мен айтар едім. Бүгін той өте тамаша өтіп жатыр. Барлықтарыңызға жұмысты болсын. Бөлелеріммен бүгін сондай қуаныштымын. Барлығымыз келіндерім, бауырларым бәрі қуанышты. Керемет той болып жатыр. Жақсы, рахмет. Құрметті Бұлтаға, Алтай тәте, тойларыңыз құтты болсын, той-тойға ұлассын. Міне бүгінгі үлкен жарқыратып, өзіңіздің ең жақын деген жанашырларыңызды шақырып, жақсылықтарыңызды бөлісіп отырсыздар. Осындай жақсылықтарыңыз көп болсын, дендеріңіз сау болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Бәрлеріңізге де осындай жақсылық тілеймін. Жастарыңыз 100-ге келсін. Міне енді өнерлі немерелеріңіз өнерлерін көрсетіп жатыр. Енді шөбере көріңіздер. Тек қана осы қуанышта ортақтасып жүре берейік. Мына бөлелеріңізге көп рахмет, папа-мамасын бір көтеріп, осы барлық туған туысқандарға жақсылығын бөлісіп отырғандарына. Сіздерге көп-көп рахмет шақырғандарыңызға. Бұлтаға, Алтай тәте, 70 жас тойларыңыз құтты болсын. Жастан жасқа жете беріңіздер. Дендеріңіз сау болып, әрқашанда бақытты өстіп жайнап жүре беріңіздер. Алтай тәте, Бұлтаға, 70 деген қазақта қарттық жас емес, қазыналы жас деп атады. Қазыналы жас, 70 жастарыңыз құтты болсын. Өткен күннің артта қалып елесі, тіршіліктің жылжи берер кемесі. Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған, құтты болсын 70 жастың белесі. Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
тілейміз қуанышқа бөлегенін. Марқайып ортамызда жүз жасаңыз, қылығына қуанып шөберенің. Тойдан тойға ұласа берсін тойларыңыз. Алла тек қана жақсылықты көруге, балаларыңыздың ұрпақтарын қызығын көруге нәсіп етсін. Барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Қазақтың тойы көп болсын, той қаласын. Бұлтаға айтты, балаларыңыз құтты болсын, шашылдым. Балаларыңызға көп рахмет, бәрін шақырып тойға, бәрін туыс-туысқандар бәрін басын қосып көп рахмет. Бақыт болыңыздар, тек қана тойда кешсек. Енді тілек айтатындар бар шығар. Бүгін мына балалардың той жасап беріп жатқандар арасында да қызығып жатырмыз. Бір жағынан әке-шешесіне жаны ашыған адам осы арақ бар жерде періште кірмейді екен. Сондықтан арақ шарапсыз әке-шешеміз жүзден ассын деген ниетпен жасап жатқан тойларыңыз арасында да Алла тағала қабыл етсін. Енді осы күнде мына суретке түсіп алыңыздар. Тілек айтасыздар ма? Рахмет. Билейсіздер ма? Ортадан билеп қайтады. Мандырың иісі келген сайын мазалары қашып бара жатыр. Енді тәте бір ән айтып берейін дейді. Туып кімдер кескен жер, жаңбыр жауса лай батпақты, жалаң аяқ кешкен жер. Жандақ дегені қапаса да, бұл мен үшін орман дер. Көп армандап сол орманда бала қиял құрған жер. Жұмақ мекен туған жер, аймын жаялық туған жер. Тұртырғатқан қалтадан бешін бағалық думан дер. Қайранғансыз бала күннің қайрылмасын күндерген. Қайранғансыз бала күннің қайрылмасын күндерген. Рахмет. Таңертеңмен мен өзімге баратын, сол жолдарда шықпатынып қалатын, біздің жақтың адамдары пәктіктен бөлдірген, тамшылардан қуатын дейтін ауылдың бөлдірген, әсем әнін, әсем көрінісін көз алдымызға келтірген апайымызға рахмет. Қыздарымыздың орындауында тағы да немерелер биі қабыл алыңыздар. Yürek bağlı girer, kızıl güller öter.
Ал құрметті ағайын, бүгінгі осы тойымызға арнайы 70 жасқа дайындалған тәтті торт бар екен. Болашақ келешек өмірде де тәтті болсын деп торт әкелуге рұқсат етіңіздер. Қошеметтеп қояйық, той иелеріне торт келе жатыр. Аға мен тәтін ортаға шақырайық. Ескірмеген махаббат дейді ғой. Келіңіздер, бұлай үйленген кезде қайбір торт болды дейсің, иә? Алапкеде, бастырманың астында нанның өзі тауып жеген кезде шүкісі кетеді. Сол секілді бұрынғының қыздары қашады екен арбаменен, киімдерін арқалап дорбаменен, қазіргінің қыздарды бақытты қойып қашады екен Мерседес лимузинмен дейді. Бірақ осы кісілердің бақытына жетпей жатады. Келіңіздер, енді тортты кесіп, бұрын үйлену тойында кеспеген тортты бүгін кестіңіздер. Екеуі бір-біріңізге мына жағына келдіңіздер. Екеуінің осы уақытқа дейін ажырамаған қолдары осыдан былай да ажырамасын. Осыдан былай екеуі бір таяқпен жүрсін ортаға, бір-біріне сүйеніп. Құдай да қалай таяқ ұстатпасын. Ал бәрекелді қошеметтеп қойыңыздар. Қалған өзіміз кесіп аламыз. Кесіңіз, бір тілімтіліңіз. Ал біз енді қошеметтеп қояйық, құрметті ағайын, бұл кісілер расында бір-біріне ауыз тигізсін, қалған ағайындар содан кейін салып бергеннен ауыз тиеміз. Махаббат бүгін тағы қарамады, жүректі жаралады. Шамалау мінезінде сол махаббат осындай торт беруден жаралады деп айтылатын еді шамшағамыз болса. Қошеметтеп қойыңыздар. Бұлтағама тәтем билкімен берсе, бұл кісі тәтеме пышақпен бергісі кеп тұр. Пышағын апсап жатырмыз, оқыс қойады. Сондықтан тағы да қошемет, тәтті торт, той құтты болсын, міне. Екеуі бір-біріне қоймады ғой, қайта кетті. Той құтты болсын. Той құтты болсын. Рахмет бар. Тағы да бір тамашаттай кезек берейік. Көршілер деп жазылған екен. Құдай тағаласы жақсы көршіден жазбасын. Сонымен қатар балалардың достар деп жазыпты. Барлығын ортаға шақырайық. Тұманбай Молдағалиев айтады екен, көршімен таң атады, көршімен кешік батады. Кейде олардың балалары да бір-біріне құсап кетіп жатады деген. Датама жақын болады екен көрші. Сондықтан ортаға шақырамыз. Шолпанбек аға, Шолпан тәте, Елубай аға, тәте, Мұратай аға, Айгүл тәте, Дәурен аға, Кеңескүл тәте. Сонымен балалардың достары Нұрлан, Айгерім, Марлан, Марлен, Мариям, Медеу, Серік ортаға шақырамыз. Рахмет. 90-ға келген бір тың ақсақал бір келіншекті көріп айтқан екен дейді, қайран 75-те. Сол секілді мына кісі жасы біразға келсе де қимылы ширақ, көңілі тоқ, бағанадан тамаша биден тойымызды өнер көрсетіп жүрген ағалардың бірі. Келіңіз аға. Жасыңызға жас қалсын аға. Үлкен азамат болыңыз, мен сияқты өсіңіз. Ағайын туыс болады бір туған соң, туыстығы олардың туғанша дейді. Бәрінен де кемпірім жақын екен, өмір бақи бір жатып бір тұрған соң дейді. Ана кемпіріңізді құшақтап жата беріңіз. Осы 70-ін тағы біреуін жасап тастаңыз. Басыңызға байлық, деніңізге саулық тілейміз. Ал бұлтаға, бұлтай теке, мына мерейтойларыңыз құтты болсын. Болашақ ағаларыңызбен бақытты болыңыздар. Мына 40 жыл көрші болдық, мына көршілігіміз мәңгілік болсын. Ешқашан да қартаймаңыздар. Немере шөберелеріңіздің арасында ойнап күліп жүре беріңіздер. Солардың қызығына тоймаңыздар. Өзіміздің нарық болдықтар, барлықтарыңыз аман болыңыздар. Сіздерге денсаулық тілеймін. Басқаларымыз қайтайық, соның нарық қолда басқаларымыз. Әлем қазақ халқы аман болсын. 70 жас мерейтойларың құтты болсын. Сіздерге ең бірінші денсаулықтар мықты болып,
осындай жастан жасқа жете беріңіз, жүзге жетіңіз. Мынау келген қонақтардың бәріне рахмет. Мына балаларыңызға рахмет, той жасап, осы сіздерді не болып жатқан. Сол құтты болсын тойларыңыз. Құрметті аға тәте, мына бүгінгі өткен мерейтойларыңыз құтты болсын. Жақтарыңыз түскенше жамандық көрмей, бақыттың базарында, Алланың назарында болып, мына бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, аман-есен жүре беріңіздер. Сіздердің бала-шағаларыңызға мыңда бір рахмет. Осындай үлкен мейрамханада төрінде отырғызып, сіздердің тойларыңыз жасап жатқанына көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға денсаулық, амандық тілейміз. Қашанда осындай тойда кездесейік. Аға тәте, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Біріншіден бағана бері елдің бір айтып жатыр ғой, бірінші қыздарыңызға, күйеу балаларыңызға, жаңа келіндеріңізге көп рахмет, осындай түрде той жасап беріп жатқандарыңызға. Енді әрқашанда қартаймай, өсіп жасарып жүре беріңіздер. Құдайдың берген жасын жасаңыздар. Немерелеріңіздің қызығын көріп, тек қана осындай жақсылықтарға бас қоса берейік. Аға тәте, мейрамдарыңыз құтты болсын. Керемет той, бала-шағаға мыңда бір рахмет. Немерелерге вообще миллион раз рахмет. Керемет. Бәрімізге осындай Құдай немере берсін, бала-шаға осындай ақылды болсын. Сіздерге көп рахмет. Осындай бала-шағаны тәрбиелеген. Керемет көршім менің. Аға деген вообще керемет. 6-дан 15 минут кеткенде есін алыңыз пырбатады ғой. Не деген керемет. Жасап кетті өзі. Иә. Мың жасаңыздар. Иә, соны айтам. Ризамын ғой ағағашы. Мен 6-дан 15 кеткенде жұмысқа шығам. Ол кісі уже есін алдым, жартысын сыпырып тастайды ғой. Айтпай, аман болсын. Бақыттан бастарыңыз айналсын. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Мен Езираның кішкентай кезімізде бірге өстік. Осы бірге өсуіне сіздерде тілектес болдыңыздар. Осы аман-есен осы баяғыда армандайтынбыз Езира екеуміз. Мә осы той жасап жатса, әке-шешеміздің де тойымызды жасасақ қой деп армандайтынбыз. Шын мәнінде соған жеттік. Шын мәнінде ризамын, қуаныштымын осындай. Алдында ғана әке-шешеміздің тойымызды біз де жасаған едік, Езиралар жасап жатыр. Міне осы кішкентай балалық арман әрқашанда орындалады екен ғой. Сол себепті осындай әдемі қыздар, әдемі ер азаматтар өсіріп, одан немере сүйіп отырсыздар. Оның өзі шын бақыт. Айтатын сөз жоқ. Ендігі бақыт сіздердікі, осылардың алдында аман-есен жүре бергендеріңіз сол ең бірінші бақыт. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осындай той жасап отыратын, әрқашан той жасауға мүмкіндік беріп отырған осы Алланың ризалығы және де осы еліміздің тыныштығы. Тыныш болған кезде бәріміз той-тойда өстіп ойнап күліп жүре береміз. Аман болыңыздар, бала-шағаларыңыз алдында аман-есен жүре беріңіздер. Тең қартайыңыздар, 100-ден аса жасаңыздар. Амин. Бүгін Ақтүйенің қарын жарылған күн деп айтуға болады. Керемет 70 жаста ата-анасының 70 жасын бала-шағасы жасап беру деген әркімнің басына бұйыра бермейтін бақыт. Бақыттарыңыз молынан болсын. Әрқашан тек қана осындай бақытқа малынып, осындай бақытқа бөленіп жүре беріңіздер. Бала-шағаларыңыздың рахатын көріңіздер. Мен де бүгін мен құрбымның әке-шесінің тойына деп шақырып отыр. Бұл кісілер Елзираның ғана әке-шесі емес, тіпті менің де әке-шешем сияқты болып кетті. Елзира екеуміз әріптес болып бастағанымызбен бүгінгі күнге әпкелі сіңілі болып жатырмыз. Елзирадай бала тәрбиелегендеріңізге қыз баланы, осындай әпкелерін білеміз, ағаларын бәрін танимыз. Сондай керемет жан, керемет құрбы, керемет сіңілі әпке деуге болады. Сондай қалай айтсам екен, біздің халыққа қызмет көрсету орталығының білікті маманы, мықты специалист деп айтуға болады. Бүгінгі күнге өрлеп өсіп жатқан жай бар. Оның барлығы сіздердің мынау керемет берген тәрбиелеріңіз, тәлімдеріңіз деп ойлаймыз. Әрқашан тек қана бала-шағаларыңыздың рахатын көріп, үбірлі-шүбірлі болып, енді осы қыздарыңыздың ұзату тойында кездесейік. Алла бұйыртса келесі жылы осы қыздың сияқты. Иә, бақытты болсын бәрі, бала-шағаңыздың рахатында келді. Рахмет, дастархан бастан орын алайық. Рахмет, осында гүлелердің аттан Ақбота деген қызымыз келіп тұр. Бір ән шырқасамыз дейді, қабыл алыңыздар. Бақыт жайларымыз көріп екеуміз, деуші деп қойған шық болып өтерміз. Бес жылында ара-ара
сізге кезектерге береміз. Қазір сөзді құрметті ағайын алдымызда астан алып отырып тағы да куәгер болайық. Жаңа айтып жатқандай адамның өмірін жалғастыратын ұрпақтары. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтер едім, әрқашан бірге болсам түгел ғой. Бар керегім, менің қос бәйтерегім дейді. Туғаныңда қуанған, дүние малы ұланған, аман болса екен деп Алладан мәдет сұраған. Жақсы бір киім кидірген, алдына тамақ үйдірген, қарнашар деп әлек боп барлығы саған жегізген. Жерге қимай қоюға етегіне сидірген, 62 тамырын о баста Құдай идірген. Мына бір жарық дүниеде әкеңді аман, анаң да аман жүрсей шай, әке мен ананың қадірін ұл мен қыз тірде кезде білмек болсай шай дейді. Кейбір кезде біз осы азғантай алтын уақытты бағаламай дүние көшіп кеткен соң бармағымызды тістеп жатамыз. Оның жанында бүгін расында ұл қыздарына алғысымыз шексіз. Әке-шешесіне бата алып, осылай жүзден жүзге, жастан жасқа жете берсін деп, жасамысқа тойларды құтты болсын деп, осы әулеттің ұл қыздары, күйеу балалары, келіндер, немерелерін шақырғымыз келеді. Нұрбол Салтанат, Қуаныш Сәуле, Ғалым Қуандық Индира, Елдос Айжан, Елзира. Расында да барлық мақтау Аллаға болсын. Бардан жоқ өткен, жоқты бар еткен, қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқадан құс қылған дейді. Осындай міне екі адамнан осынша адамды көбейткен, оның үстіне көбейтіп құда-құдағи жекжат туысты берген. Сондықтан өстіп жастарыңыз жасқа қосылсын, бастарыңыз басқа қосылсын деп, той иелері ұл қыздарға сөз береміз. Құрметті Асқатау әкем, аяулы анам, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, Құдайдың берген жасын жасаңыздар. Мың рахмет айтам. Бәрімізді осылай жеткізіп, аман есен аяғымызға тұруға көп. Және де мен осы сіздерге мақтан етем, осындай ата-анамыз барына. Сіздер немере сүйіп отырсыздар, келін алып отырсыздар, күйеу бала алып отырсыздар, барлығы жақсы. Енді өмірлеріңізде одан әрі жақсы бола берсін, шөбере сүйіңіздер. Тек қана сіздер осы еңбектеріңіздің жемісін жеңіздер. Еңбектеріңіз деген осы бізді қатайтып, осындай өмірге әкелген сіздер ары қарай осы еңбектеріңіз жансын. Аман болыңыздар, сіздердің арқаларыңызда біз қартаймай, сіздер бізге демеуші болып жүре беріңіздер. Рахмет, анашым, әкешім, рахмет сіздерге, басымды ием, аман болыңыздар. Құрметті мына қауым ата-анамыздың жаңағы тойына келіп отқан бәріңіз жаңа туған туыстарсыздар, көршілерсіздер, құда-құдағисыздар, бәріміз туыссыздар. Сіздерге көп рахмет. Сіздердің де дендеріңіз сау болсын, осындай жанұяларыңызда тек қана жақсылық болсын, аман болыңыздар. Тек қана бәріміз басымыз тек қана жақсылықтарда қосыла берсін, аман болыңыздар. Мен әбделіме қосылам. Атак, атыне, всегда сіздерге көп өмір, жас тілейін. Қалай осы уақытқа дейін өмір сүрдіңіздер, бақытты. Соның бөліп жарып, ең жақсы бөлігін бөліп алып, тура сондай болашаққа өмір сүргенге қалаймыз сіздерді. Аман есен болыңыздар. Ал тойшыл қауым, барлық сіздерге тура осылай 70 жылдық той тойлап, жыр жырлап, бәрін жүріп-жүріп қалайым да енді бұлай походу. Енді бәрімізде не ойлаймыз? Көп өмір сүруіміз керек. Бәріміз соған жетейік. Айтқан адамдардың алдыны. Соған айтқандарға жете берейік. Енді жұғысты болсын. Осы кісілермен ата-енемнің жолын берсін бізге де. Аман есен жүре берейік. Батя, матя, аман болыңыздар. Кока-коланы көп ішіп қойған ғой деймін. Ал баба, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Жаңағы папа-мама осы өмірде барларыңызға рахмет.
сіздердің өмірге осындай бала шаға келген мыңдай бір рахмет. Ана әке шешесі бар, адамдар қартаймайды дейді. Сіздердің арқасында біз жас болып жүре берейік. Аман болыңыздар, жаман болмаңыздар, бай сау қуатты болыңыздар. Немере шөберелеріңіз қызын көріп жүре беріңіздер. Құрметті келген осы тойға келген қонақтар, сіздердің қадамдарыңызға гүл бітсін. Рахмет сіздерге. Сіздердің үйлеріңізде де осындай той бола берсін. Әрқашанда күліп жарқырап осындай тойда кездесіп жүре берейік. Ағайын аман болыңыздар. Той боласын. Мама, папа, бүгін мейлеріңіз, тойларыңыз құтты болсын. Арамызда өстіп күліп жадырап жүре беріңіз. Бізге тірек болып, зор денсаулық тілеймін. Тек қана бақыт тілеймін сізге. Құрметті қалайық, бүгін әке-шешемнің келген тойына ортақтасып келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерді көріп балалығымыз еске түсті. Өмірдің құндылығы өткенге қарай бағаланады дейді ғой. Сондықтан сіздерге де осы басыларыңызға осындай жақсылық болсын. Әке-шешесіздер аман болыңыздар. Әрқашан біздің барлығымызға қуанып, кемшілігімізді әрқашан өзімізге шешуге үйреттіңіздер. Сондықтан сіздерге барлықтарыңызға осындай жақсылық тойларда кездесуге тілектеспін. Ассалаумағалейкум, қадірменді тойға келген қонақтар. Бүгінгі біздің батя мамаша туған күндеріңіз құтты болсын. Алла тағала берген жасынан арғыратай айырмасын. Балаларыңыз аман болып, немерелердің, шөберелердің қызығын көріп жүре беріңіздер. Қырғыздың баласы келіп әкесінен сұрап жатыр дейді. Әке, қазақтар айға ашып жатырмыз, біз қаяққа ашамыз деп. Сөйтсе әкесі айтады дейді, қазақтар айға ашып жатса, біз күнге ұшамыз депті. Ойбай әке күйіп кетеміз десе, біз түнде ұшамыз деп жатыр дейді. Сол секілді күнде, түнде Алла тағала жақсылық берсін сіздерге. Бақытты болыңыздар. Енді мен бірдеңе айтайын деп тұрмын, бірақ айта алмай тұрмын деп айтады. Сондықтан өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Батя мамаша, жасай беріңіздер. Бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын. Құдайдың берген жасын жасап, аман-есен қасымызда еркелеп жүре беріңіздер. Әдемі қартайыңыздар. Құдайдың берген жасын жасаңыздар. Қалайын, папа, мама, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге бар жас тілеймін. Мен сіздермен мақтанамын. Осындай әке-шешем бар екен. Мені тәрбиелеген, оқытқан. Маған осындай керемет қарындас, бауырлар, әпке сыйлағандарыңызға жезде ұдаттық. Сол енді дейміз. Сіздерге тек қана денсаулық тілеймін. Әрқашанда орындарыңыз төл болсын. Немерелеріңізбен қуанып жүре беріңіздер. Мына тойға келген қауым сіздерге рахмет. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, мынаяқта бауырларым бар, көп болды көрмеген, қуанып отырмын. Нағашыларым, көршілерім, қайын жұртым, сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Ауырмаңыздар, үйлеріңізде тек қана той болсын. Тойда ғана кездесейік. Құрметті папа, мама, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Көрген күндеріңізден көрер күндеріңіз жақсы болсын. Бұдан да ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Барлықтарыңызға той-тойға оласын. Тойда ғана кездесейік. Мама, папа, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Мен бақыт сіздерде ата-ананың қызы болғанына. Ең бастысы ауырмаңыздар, ортамызда жүріңіздер. Сіздерге бізге осылай берген тәрбиелеріңіз, ақылдарыңыз және көрсеткен үлгілеріңіз үшін мың алғыс. Сіздердің арқаларыңызда біз өстіп, өркендеп, өсіп, жақсы жағымыздан көрініп жатыр. Тек жақсылық болсын. Әрбір келген қонақтарымызға рахмет. Сіздердің де үйлеріңізде осындай жақсы тойлар өтсін.
Мама, папа, мен сіздерді жақсы көремін. Рахмет ол қыздарға, күйеу балаға, келіндерге. Тойларыңыз тойға жалғассын. Әрине, күйеу балаларға сау келме. Жақсылық шын жүректен айтып жатыр. Рахмет сіздерге. Тойдан тойға жетсіздер, суретке түсіңіздер. Естелік болсын. Ойбай, бәрекелді, міне. Нағыз жақын тұрған білдіреді екен. Той құтты болсын. Ал құрметті балалары, ұл қыздар енді сіздерге қарсы айтса, мынау жақынырақ келіңіздер әке-шешелердің жанына, анасы тұра қойыңыз, ортаға келіңіз. Мамасы. Мына пайғамбарымыз Аллах игілігі білем болсын, кімде-кім анасының көзіне мейірленіп сүйсе, сол жұмаққа барады деген. Оны біліп тұрып, айту кезге парыз. Сондықтан осындай кезде мамаларыңызды көзінен сүйіңіздер, расында да ел көрсін, талай жақсы көретінін. Тойбастар табақтарын тартуға рұқсат етіңіздер. Әрқайсыңыздың ұлдарыңыз осындай сіздерге қолғанат болып той жасап беруге, қас-қабақтарыңыздан қарап, алақанды басып көздеріңізден сүюге нәсіп етсін. Тойға жалғассын, тойбастар табақтары. Рұқсат болса мен қазақтың бір домбырасымен бір ән орындап берейін. Сәби болғым келеді, сәби болғым, бұл өмірден хабарсыз жаратылдым. Сәби болғым келеді, Şollar gelingler canımda, sabit olun gelin, sabit olun, ana sütü ağzından almadan, sabit olun gelin, sabit olun. Harbesigetin jatıp taralmadan, birevge var birevge tabılmadan, sabi bolgum geledi, sabi bolgum, sabi жоқ анanın kuşağından, herdi bolgum keledi. Рахмет. Тойбастар табағы бөліп ана беріңіздер. Мұқағали ағамыз жырлайды екен, үш бірдей бақытым бар алақанда.
Мені мұндай бақытты жаратырма, 3 күн нұрын төгеді аспаннан, Атырау Алтайарқа, Алатауға дейді екен. Осы ұлан қайыр баламызды Алла Тағала елімізді жерімізді иесімен киесімен сақтасын деп, бүгінгі тойларымыз той боласын деп, той иелерін қошеметтеп ортаға шақырсам. Бірге мініп махаббаттың кемесін, астықтамай ұл өмірдің белесін, жанымдыққан жарым ғана болып қалмай, ақылшылда досымда болып келесін деп. Міне бұл өмірдің қызық қанатын қақтырдың, үйіміздің жарық шамын жақтырдың. Кеше ғана күлім деген қыз едің, енді міне бәйбіше болып қалыпсың деп. Ағам жеңгемізге рахмет айтсын, жеңгеміз тәтеміз ағамызға рахмет айтсын. Той қабылдасын. Құрметті қалайық, мен балан бері айтып отырмыз. Мен Байгелі деп жазылам Кембіркітбай. Байгелдің баласы Жақан, Ақанның баласы Іркітбай. Іркітбайдың баласы мен алдарыңызда тұрған болыппын. Қара шаңғарақты ұстап отырмын. Біз 6-5 ағайындымыз. 4 ұл, 1 қыз. Алла Тағала менің қыстығы да, суығы да өмірімде болды. Бәрін жеңдік. Міне осы Алла Тағаланың арқасында Байынқордың суының жағасында өмір сүрген махаббатымды таптым. Бұл махаббатымды сіздерге де айта кетейін. Ешкім білмейді, білсе де бүгін сіздерге жақсылық дүниеде, жақсылық айтуға айтайын. Мен әкеме шешем ерте қайтыс болды. 8-ші класс сынып оқыдым. 2 жыл ауырды. Клара Раватованы біледі бәрі. Сол Клара Раватованың әпкесі қарады, берілді. Өзім осы ұлтайымды армиядан келгенде бір Қаратоғанның бір жігіті болған. Сол жігіт екеуміз бір магазинге келсек, мына кісі сауда жасап тұр. Содан барып, ол қыз жаспыз енді. Бір 50 граммды жасап, сөзден іштеп, қыздар ақын еді, түбім енді қаты. Ой, қарындас, сіз енді жақсылап танысайық, не ғылайық деп әңгімен айтып, кетіп бардық. Бір күні ауылға барсақ, осы кісі келе жатыр. Сөйсек, әкеміздің несінде көрсетіп, осы қызға үйленейік десе, әкем айтты, қарап үйлен деді, мақұл деді, мақұлда соны үйлендім. Алла Тағала біз екеумізге бақыт болды. Менің әкем екеуі абысы сияқты болып өмір сүрді. Жағасынан кір кеткен жоқ. Қазір келдіңдер қайсы екендерді білесіңдер, түсінбейсіңдер сендер. Міне соны көтерді, соның батасын алды. Мен анам ерте кетті. Ерте кеткенде соны енем маған шеше болды. Қазір отырады ал Жанбайба. Кіші Жанбайба да тағылары сіңілер отыр. Олар ондай бір іштеңгесін білмейді. Маған батасын берді, соңғы өмірден кететін уақытында де мен ол кісіні сыйладым, маған ақылын айтты. Балам мынандай неғылды, сол орындап бердім міне. Соның арқасында осы жақсы неге дәрежеге жеттік. Үлкен кісілердің батасын алды. Мына жолдасым.
соның арқасында міне балаларымызды оқыттық. Екеуміз де сол неде оқыды, мен Семейде оқыдым, кемпірім Шымкентте оқыды. Әкем бізге үлгі беріп отырды. Оқыңдар, мен өлсем мына бауырларым көмеді деген. Сол, қазір кім айтады, ешкімде ондай айтпайды. Балаға тәрбие беру не керек? Мен балаларымды қазір сол сияқты тәрбиелеп бәрін өсірдім. Алла тағала міне бәрі жақсы, 2-ден 3-тен дипломдары бар. Жақсы қызмет істейді. Осының арқасында міне балаларды жеткіздік, бәрін оқыдық міне. Денсаулығымыз да жақсы, бірімізді сыйлап, өмірімізді осыған жеттік. Осы май айында мен өзім 70-ке келдім. Сол кезде балаларым айтты, папа, сіздің жасап берейік деді. Бұл қара шаңырақтың несін жасаңдар балаларым. Сол үлкен кісілердің батасын алсаң, жаман болмайсың. Сол дәрежені жасаңдар дедім. Сөйтіп міне балаларым жасады, оларға рахмет. Бүгінгі келген халықтар міне, құдаларым, бауырларым, жекжаттарым, туыстарым келіп отыр. Орнынан сыйласып жүрген. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Заманымыз тыныш болсын, бейбітшілік болсын. Жақсылық болсын осындай. Енді мына сөздің соңына жанындағы жолдасыма берейін. Қалғанын осы толтырады. Ал енді құрметті қонақтар, тойға келген көп қауым, сіздердің келу құрметтеріңізге, мынандай тойды көргендеріңізге рахмет. Мына жаңа бұлт айтып жатыр ғой. Біз екеуміз ғана емес, осы балаларды өсірген бүкіл халық, нағыз қолдың адамдары, менің туыстарым, бұлттың туыстары, мына адамның өмір сүруі жан-жағындағы адамдарға байланысты ғой. Бұл екі адамның қолынан түк те келмейді. Бұны оқытқан мұғалімдер де жақсы болды, ол кезде халық та жақсы болды. Мына тойға келген көп қауым, сіздерге көп рахмет. Мына менің балаларым, жолдастар да жақсы болды. Не деу? Қазіргі мына Казгудың профессор, деканы мына мен Қуаныштың жолдасы. Одан кейін жаңағы олардың да жолдастар сондай болды. Мына біздің туыстар, құда жекжаттар да жақсы болды. Бізді көп көмек жасаған Кларабат мына. Менің жас кезімде, келіншек кезімде біреу ауыра қалса, біреу оқуға түсіру керек болса, Кларабаттан тауып аламыз, өтіп емес осы жерде отыр адамдар. Қазір де қол ұшып беріп жатыр. Осындай жақсы адамдарға кез болдық. Жаңағы Мамбетовтердің тұқымына кез болдық. Бұлтқа мен кез болдым, бұл әкпесі жаңағы сол жерде оның туыстарын жағалап жасыратын жоқ. Менің жаңа қайынсіңлерім Майра, осы жердің үлкен қызы, менің қайнағамның. Бізде үйде жоқ болдық кезінде, балаларымыз кішкентай болдық, қызмет істедік. Келеміз сол Майраның үйіне кеп жататынбыз. Бір басымыз рахаттанып, чайын ішіп, Алматыда үйдеген қандай жақсы сол кезде. Бізге арман болған. Сол міне Майра, Бауыржан, күйеу балаларым, менің қайныларыма да рахмет. Менің балаларым өсуіне көп себепкер болған, сіңілдерім, Тұйғын, Күләшқан, жаңа күйеу балам, Ілияс та жақсы болды, сайлауым да жақсы болды. Ана Нарынқұлға барып, біз жаңа фильм жасап шығардық. Мен айттым балаларға, қой сол Нарынқұлға бармай қойшы деген. Біз министр емеспіз ғой, осы жолынан бірдемен жасап чай берейік деп едім. Жоқ деп сол жаңа шешем басына бардық, жаңа сайлау үйіне бардық. Осылар бар болғаннан кейін қарсы алып, тамақтарын ішіп, көңіліміз марқайып, сол жерден жаңа сөзін көрдіңіздер, бәрі қысқартылып алынған. Сондай әңгімелер. Мына адамның өмір сүруі, мына жан-жағындағы туыстарына, жекжаттарына, менің жаңағы балаларым да жақсы жеріме құда болды. Мына Талдықорғаннан әкім мына Динжираның қайнағасы. Ана келіп жылқатып жатыр. Ол ешкім одан ештеңе сұраған жоқ. Мына жерге жаңағы Мамыржанның құдасы ана, әзіргі ана біреу, Серік, дұрыс Серік. Осы кісінің әйелі маған Сағида кетті. Мен кіммін? Мен ешкім емес. Айтылып туыстың арасында жүріп жүргізі мәселе не тамақты емес, дүниеде емес. Сыйлап, өздеріңіз біз одан сұрап алған жоқпыз. Рахмет сіздерге. Мына Акбердің қыздары да, Күләшқанда, мына келіндерім де жақсы болды. Оралхан, Сағатжан, бұл екеуміз оқуға кетсек, осылар баланы бағып қалатын ауылда. Қазіргілер сөйдем açın ғой, оған ақша төлейсің. Осы жерге келуімізге де
Мен ана балаларды оқыту үшін осы жерге бармадыған. Рас қысқарып қалды. Ақша жоқ, үйде дүние бар. Келіп осы жерге жұмыс істедік. Бұл ауылда мен бұл жерде болдым. Ауылдағылардың көп көмегі болды. Мына жерде Тұрсынхан. Биолог, химик, сол жердің атақты мұғалімі жаңа. Тұрсынхан тұршы. Физик. Сол жердің жаңа Оразжанда ұстықтың әне. Оның түлі анандай болғанмен оның білімі күшті еді. Оның өсірген балалары, мынау қыздары сондай жақсы білікті. Солардың да көмегі болды. Сол жерден жаңа Елзираны тәртіпке шақырды. Жаңағы ғарабыда сол жерде ғалымда мұғалім болды, сол жерде көтеріліп, жаңа завуч болды, ректор болып, мына жаққа өргіп келді. Мен сол халықтың арқасы ғой, біз екеуміз болғанмен мінекей. Мына көршілеріміз де жақсы, мына Кеңесқұлдың бір кезде мен бухгалтер болғам. Алла тағала жетектеп келіп осы жерге Кеңесқұл тұршы. Біз кішкенеде үйге келдік, ана жерде үйде тұрдық. Онда душқа түсеміз, осы үйге барып жағалаймыз. Нұржаман тәтенің күйеу баласы тұр, прокурор, біз жерде тіреп тұрған, қазір де тіреп тұр. Балалар оқуға мен жұмыс жоқ, міне жұмыс тауып құдайға шүкір, осылар бір жағымызға шықты. Бұлттың нағаш Нұржаманның күйеу баласы. Адай бізге фундамент құйды, мінекей. Біз қандай бірінші жақсы адамдармен құда болдық, Асайылып деген колхоздық председатель болған адаммен құда болдық. Салтанат атымыз қазір өріп өсіп, мінекей, анау енесі мұғалім болған, завуч болған, отыр әлі төрде. Енді кейде адамдар біріміз кішіртпеген психик қалатын әдетіміз ғой. Құдайлар, сондай болды әдетіміз. Оны ештеңе жоқ, міне бәрі жақсы. Сондай жақсы адамдар кездесіп, міне жақсы. Құдайға шүкір айтып, басаманың малты көріп қой. Сіздер жеген нанды, біздер жеп жатырмыз, сіздер жүрген безді, біз де басып жатырмыз. Тереземіз тең, асып кеткен ештеме жоқ. Балалар да сол, үш оқу бітірсе даматыны 200 мың, 150 мың, 180 мың жаңағы кредит бүйтіп өмір сүріп жатыр. Жасыратыны жоқ оны. Асып кеткен түкте жоқ. Енді айтыр, аман есен болайық, той-тойға жетсін. Ол енді қазақтың ырымы ғой той жасау осындай. 70-ге келу, қазақ 60-ға келу. Біз енді бұл дегеніміз үйленгенде 4 ауыз кішкентай үйде 20-15 адам шақырдық, үйлері тойымыз сол болды. Онда мынандай көйлек те жоқ, бата да жоқ. Ол жерде арақтың түрі де жоқ, қызыл арақ, тоқаш қуып сарымасам. Сөйтіп той жасағанбыз. Соның бәрін көрдік қой енді. Ең жақсысы осы. Қазір енді мына үлкен тойға кез болдық. Жаңа 40-қа келген жасамадық, 50-ге келген 60, не 70 жасадық енді ол. Жақсы. Мен сіздерге рахмет. Енді келген қадамдарыңыз құтты болсын, той-той боласын. Бәрі жақсы болсын, енді адам, бәріміз адам. Айтуға міндетіміз той-той боласын. Енді жүреміз қашанға шейін Алланың қолы. Қанша рахмет сіздерге. Мына команда балаларыма рахмет басқарған. Бұл тағы неше жыл қалай сөйлегенсің? 15 минутқа микрофоныңыз шыдамай жатыр бұл кісіге. Әрине, рахмет. Баба болды. Мен бүгін міне. Сказай, ойлап жетер керек пе? Мен бүгін міне әдемі той өткізген Асқарға рахмет айтамыз. Я мама? Асқарға міне тамада әдемі өлеңдер қойып берген Еркебұланға рахмет. Мен Қалабай ағамызға әдемі видео жасап, жаңағы мама мен бабамдардың видео роликтерінде жасаған осы кісілерге мың рахмет. Я мама? Рахмет. Саған көп рахмет. Рахмет, тойларыңыз той қыласын. Енді құрметті ағайын, осында жүрген немерелердің биімен келесі кезекті биге береміз. Таңға дейін билесеңіздер болады. Таңғы 8-ге дейін жалдағанбыз дейді ғой осы ресторан.